Сәлем балалар, мен қызанақпын. Мен сендерге бүгін кішкене жемістер мен көкөністер жайында қызықты нәрсе айтып берейін. Жемістер әдетте ағашта өседі және тәтті болады. Ал көкөністер бақшада өседі және денсаулыққа өте пайдалы. Біз көкөністер сендердің денсаулықтарыңды жақсартамыз, күш-қуат береміз, дәрумендерге баймыз. Балалар, сендер қазір 20-ға дейінгі сандарды өтіп жатыр екенсіңдер ғой. Қане бәріміз бірге бірден 20-ға дейін тура санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Жарайсыңдар! Енді өздерің 20-дан 1-ге дейін кері санап көріңдер. Мен сендерге сенемін.